Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай қадірменділер? UFC-де өнер көрсететін қазақ Дамир Исмагулов осыдан біршама уақыт бұрын ақшта 5-ші жеңісіне қол жеткізген болатын. Бұл жеңіс оны рейтингте 15-ші номермен енуге мүмкіндік ашты. Ал бұл тізімге іліккендер кіл мықтылармен кездесуге шығатындығы белгілі. Дамир осы бір асуды бағындырғаннан соң енді алыптарға азу көрсете бастады. Нақтырақ айтсақ, қазақ деген лақап атпен төбелесетін бауырымыз кім емес атақты Тони Фергюсонға шақырту тастады. Бірақ оның алдында Дамир 13-ші орында тұрған Дэн Хукерді жекпе-жекке шақырған болатын. Алайда Хукер тарапынан ешқандай реакция байқалмайды. Ал мұндай тыныштықты қаламайтын Исмагулов Инстаграм арқылы атақты Эль Кукуйды мазалап қоюды жөн санапты. Хукер әлі ойланып жүр, ал оны күтпей екеуміз бақ сынап көрсек қалай болады делінген Инстаграмдағы жазбада. Сондай-ақ Дамир өз жазушыларынан UFC-дің UFC матчмейкері Шон Шелбидің және Фергюсонның Инстаграм парақшаларына осы жазбаны жеткізу үшін шабуылдауды сұрады. Ал қазекемдер қарап қалсын ба? 2000-ға жуық комментті жаудырып тастады. Бәрінде аты аталғандар белгіленді. Демек Шон Шелби мен Тони Фергюсон мұны көрді. Енді қалай болар екен? Былайша қарап көрсек, Тонидің Дамирмен шыға қою екіталай. Медиасы орасан ол тек топтармен ғана шығып жүр. Десе де бұл ардагер қазір 4 жеңілістен тұратын сәтсіз серияда. Бірақ кімдерге жеңілді дейсіздер ме? Джастин Геджи, Чарльз Оливейра, Бенил, Дариуш және Майкл Чендлерге кілең чемпиондыққа үміткерлер. Әрине бұл жеңілістер Тонидің беделіне нұқсан келтірді, бірақ медиасына зиянын тигізе қойған жоқ. Эль Кукуй қашанда алып тұлға болып қала береді. Шындығын айта кету керек, қазір оған Дамирдің еш қажет жоқ. Енді ғана рейтингке дендеп кірген қазаққа ұтылып қалса, онда Фергюсонның абыройы айрандай төгіледі. Оны сосын ешкім үздік деп қабылдамайды. Сондықтан ол бұл жазбаға назар аудармайтын шығар. Бірақ кім біледі, мүмкін емес нәрсе жоқ бұл өмірде. Тони қанша жеңіліп жатса да UFC одан айырмайды деп ойлаймын. Бірақ фанаттық базасы сұмдық болып тұрған Исмагуловпен шығуға көндіретін де шығар. Дегенмен Дамирге қазір Дэн Хукер керек. Үздік ондыққа жақындай түсу үшін ол кіршіксіз қарсылас. Міне осы Хукерді лига қазақпен төбелесуге мәжбүрлей алады. Дамир де қоймайды ғой. Ол 12-ші орындағы Конор Макгрегорға да үндеу тастады. Мен саған жақын тұрмын, көрейік деген жазба жіберді. Бірақ енді бұл алдағы 1-2 жылда болатын кездесу емес. Сонымен осылай болып тұр. Қазақтардың әлемді жаулайтын, әрине мен спортты айтып отырмын. Уақыты келіп қалдау. Шапкатымыз анау, Дамиріміз мынау. Гена әне-аны жақта шулатып жүр. Жәнібек те Американы алуға жақын. Күні кеше сары қыз Уимблдонды ұтып айдаспанға бірақ шығарды. Білмейтіндер болса айтайын. Уимблдонды ұту ақсүйектер әлемін жаулап алу. Мейлі, ол қыз сырттан келген келімсек болсын, бірақ қазақтың көк туын көтерді. Ең бастысы осы. Әлі қара көздеріміз де ол жақта атой салады. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.